Әлем археологиясында мейрам. Ежелгі Египеттен келген жаңалықтар ғалымдардың айтуынша соңғы 100 жылдағы ең даңқты және ең ірі ашылу. Шынында да 1922 жылы фараон Тутанхамонның қабірі табылған, ал қазір осы жылдың ақпанында фараон Тутмос II-нің қабірі табылды. Ол одан бұрын және ұзақ уақыт бойы өмір сүрген, тарихта одан да маңызды із қалдырған. Ал ұлы Қытай қорғаны бұрынғыдан да 300 жылға ескі болып шықты. Ал біз бәріміз қара домалақ, бейресми адамдардың ұрпақтарымыз. Ақпан айы археологияда серпіліске ие болды, және қазір біз сіздерге ашылуды талдаймыз. Егер сізге рубрика қызықты болса, лайктарды аямай қоюларыңызды сұраймыз, өйткені соңғы ролик өте көңілсіз өтті. Ал бұл роликті біз жарқын жаңалықпен бастаймыз. 1922 жылдан бері алғаш рет Египетте фараонның мавзолейі табылды. Ол жай ғана емес, легендарлы Тутмос II-нің, Тутмос I-нің жұбайы және мұрагері Нубияны жаулап алып, оның басшысын соғысқа жеке өзі басын алған болатын. Мавзолей, әрине, Луксорда, бұрын Фива деп аталған аймақта табылды, және 1000 жылдан астам уақыт бойы ежелгі Египеттің алтын дәуірінің фараондарының резиденциясы болды. Тутанхамонның қабірі де дәл осы жерден 200 шақырымдай жерде табылды. Фараондардың тағы 62 қабірі де осы жерде. Көпшілігі бұрыннан табылып ашылған, және 1922 жылдан бері Тутанхамонның қабірін ашу кезінде бәрі табылғандай көрінген. Ал 22 жылы археологтар Пирс Литтерленттің жетекшілігімен қабірдің кіре берісін тапты. Оны фараонға жақын қарапайым адамдардың немесе оның әйелінің жерлену деп санаған. Литтерленттің айтуынша, олар 40 см диаметрі бар 10 метрлік туннельмен жылжып барғанда бәрі қарапайым түрде өтіп жатты. Бірақ залға кіргенде ол жылап жіберді. Өйткені залдың төбесі көк түспен безендірілген екен. Бұл ежелгі Египетте тек фараондардың қабірлерін бояу үшін қолданылатын түс еді. Археологтың басындағы ойлары мынадай еді: есепсіз байлық, әлемдік даңқ, бірнеше скелеттің ашылуы, таза алтыннан жасалған табыт, жаңа мумия. Міне, Литтерленд ішке кірді де ештеңе көрмеді. Себебі қабір бос болып шықты, және де ол тонауға да ұшырамаған. Көрініп тұрғандай, оны мақсатты түрде басқа орынға көшірген. Адамзат тарихындағы ең ұқыпсыз жұмысшылар бірнеше вазаны шығарып жатқанда сындырып алып, фараонның кімге тиесілі екенін анықтауға көмектесті. Вазаларда Тутмос II мен оның әйелі Хатшепсуттың есімдері жазылған. Ол Тутмос II қайтыс болғаннан кейін Египет тарихындағы екінші әйел фараон болды. Міне, бәрі өз орнына келді. Себебі Тутмос II-нің мумиясы әлдеқашан патшалар алқабында табылған. Дәлірек айтқанда, Дейр-эль-Бахриде 1881 жылы. Сол жерде басқа фараондардың мумиялары да жатты, және археологтар Египеттегі су тасқынынан кейін фараондардың қалдықтарын ыңғайлы жерге өздері көшіргенін түсінді. 2022 жылы табылған жаңа қабір дәл су құлағының астында орналасқан. Сондықтан ғалымдар екі жерде екіні тез есептеді. Олар Тутмос II-нің бастапқы жерлеу орнын сарқыраманың астындағы романтикалық шатқалдан тапты. Бірақ кейін шатқал суға толып, Тутмос II-нің өлімінен бірнеше жыл өткен соң, барлық қабірлер қазыналармен бірге патшалар алқабына жіберілді. Олардың тек кішкентай бөлігі ғана қалды. Тағы да олардың көбісін бүлдірген жұмысшылар болатын. Базаға қосымша бұзылған жерлеу жиһаздары табылды. Мұнда сәттілік болды, өйткені бұған дейін мұндай жиһаздар табылмаған еді. Ал ең бастысы, Литтерленттің айтуынша, Тутмос II гробницасының орналасуына қатысты нұсқаулар мен іс-шаралар бар. Ол қабір су тасқынынан кейін осы жаққа көшірілген. Дәл осы қабір қазынаға толы болуы керек. Сондықтан археолог көңілсізденген жоқ. Карандашпен болса да, ол соңғы 100 жылдағы ең басты ашылысын жасады. Сонымен қатар, бұл жаңалық Тутанхамон туралы деректерден де асып түсті. Өйткені Тутмос II оған дейін 200 жыл бұрын өмір сүрген. Біздің эрамызға дейінгі 1500 жылы. Ол шамамен 14 жыл билік етті және 40 жасында қайтыс болды. Сол замандар үшін бойы 170 сантиметрлік биік атлант болды. Дегенмен ол дерлік тақырбас еді, бірақ бұл Египет сұлулығының салдары. Мұнда косметикада қорғасын, ал медицинада мышьяк қолданылған. Тутмос II ескі отбасылық дәстүр бойынша Нубиядағы көтерілісті басып, Сирияға сәтті әскери жорық жасаған үшін есте қалды. Бірақ негізінен Тутмос құрылысшы ретінде есте қалады. Дейр-эль-Бахридегі оның атымен жазылған қақпалар әлі күнге дейін тұр. Тутмос II Библияда да ежелгі Египеттің қысқа алтын дәуірінің әкесі ретінде аталады. Және оның сол кезде адамзатты қатты қинаған оба эпидемиясынан қайтыс болғаны туралы теория бар. Барлық түзетулермен бірге оның қабірінің ашылуы маңызды оқиға, өйткені қабірден табылған басқа заттар да бар. Мысалы, Андуа кітабының негізгі мәтініне қатысты сюжеттері бар сылақ қалдықтары табылды. Сондай-ақ краскалар, жұлдыздардың бейнелері мен әлі шифрланбаған жазбалардың көптеген мысалдары бар. Сондықтан жазылып лайк басамыз, жұмыс қызу жүріп жатыр, және қабірлер туралы дерек келесі шығарылымдарда міндетті түрде болады. Ал бұл жолы біз Қытайға барамыз. Онда кенеттен соңғы 100 жылдағы ең даңқты ашылу болды. Өйткені ғалымдар ұлы Қытай қорғанының жаңа, белгісіз ерте учаскесін тапты, әрі ол бұрыннан белгілі учаскелерден 300 жылдан астам ескі.
Шандун провинциясында, Қытайдың шығысында, Ци ұлы қабырғасының бір флангысында қазба жұмыстары жүргізілді. Ұзындығы 641 километр болатын бұл қабырға ұлы қабырғаның ең ұзын және ең ескі құрамдас бөлігі болып табылатын. Жалпы қабырғаны да кезең-кезеңмен салған. Дәстүр бойынша алғашқы учаскелер біздің эрамызға дейінгі 3 ғасырда соғысушы патшалықтар кезеңінде салынған деп есептелді. Бірақ археолог Чжан Судың жетекшілігімен команда ежелгі Гуанидың жанынан қабырғаның учаскесін тапты. Ол Батыс Чжоу династиясының соңында көктем мен күз кезеңінің басында салынған. Бұл, егер қысқаша айтсақ, біздің эрамызға дейінгі 8-5 ғасырлар аралығын білдіреді. Тіпті төменгі шекара бойынша осылайша Қытайдың ұлы қабырғасы 300 жылға дейін ескіреді. Табылған учаске тығыздалған жер, тастар және басқа минералдардан салынған. Бұл конструкцияның кездейсоқ немесе сенімсіз екендігіне күмән тудырмайды. Әрі, жаңа учаске ескі учаскеге мұқият қосылған. Археологтар Ци мемлекетінің сол кезеңіндегі Рим Республикасының инженерлік саладағы тамаша білімдерін көрсетті деп мәлімдейді. Ал Қытайдың ұлы қорғаны шын мәнінде біз ойлағаннан да ұзын және ескі. Қазір 21.200 шақырым туралы сөз болып отыр. Бірақ алдағы жылдары бұл сан біздің ежелгі адамдарға деген қатынасымыз сияқты қайта қаралуы мүмкін. Олар да көріп отырғанымыздай нағыз сән қойлар болған. Португалияның Каимбрия университетінің ғалымдары 25 жылы ақпанда ежелгі дәуірдің қызықты жұмбақтарының бірін шешті. Мәселе мынада, 25-30 мың жыл бұрын мұз дәуірінде өмір сүрген ежелгі еуропалықтардың тістерінде өте оғаш және жаман зақымданулар табылды. Тістерінде тегіс тақтар бар, олар бір нәрсені тістеп алғандай, бірақ сол кезде жаман коронкалар мен қисық қол стоматологтар болмаған, ал зақымданулар әртүрлі скелеттерде бірдей болғандықтан бұл жағдайды кездейсоқтыққа да жатқыза алмайсың. Сондықтан ғалымдар логикалық, бірақ қызықты түсініктер тапты. Біздің ата-бабаларымыз жай ғана шекелеріне және еріндеріне пирсинг таққан. Қазіргі уақытта ол лабриттер деп аталады. Археологтардың айтуынша, ежелгі дәуірмен салыстырғанда тек лабриттердің ағаш, сүйек немесе теріден жасалғаны ғана ерекшеленеді. Бірақ оларды кішкентайдан үлкенге дейін бәрі таққан. Себебі сүт тістері бар өте кішкентай балалардың қалдықтары да осындай пирсингпен бірге табылған. Өз кезегінде, қарттарда белгілер одан да көп, бұл олардың жасы ұлғайған сайын әшекейлердің көлемі де барған сайын маңызды бола түскенін меңзейді. Демек, біздің алыс ата-бабаларымыз өз тәжірибесі мен әлеуметтік статусын пирсингтің көлемімен атап өткен. Ал біз бәріміз нефармалдардың ұрпағымыз. Сонымен қатар қара терілі нефармалдар Италияның Феррара университетінің ғалымдары бүгінгі күнге дейін Еуропада өмір сүрген адамдардың тері түсі бойынша ең толықтың зерттеуін жүргізді. Микроскоппен 45 мыңнан 1700 жылға дейінгі жастағы 6 мыңнан астам азамат зерттелді. Барлығы 45 мың жыл бұрын планетаның тұрғындарының басым бөлігі қара терілі болғанын растаудан басталды. Маңызды сәт қара терілі афроамерикалық емес. Өйткені қара терілі деген сөзді естігенде әркімнің ойында осы образ пайда болады. Нәсіл ұғымы сол кезде әлі де өте бұлыңғыр болды, және адамдар қазіргі ұрпақтардың Норвегиядан болсын, Сомалиден болсын, мүлдем басқа көріністе болды. Алғашқы ашық тері түстері Швецияда шамамен 14 мың жыл бұрын пайда болды, бірақ олар өте сирек болды. Ашық рингтердің басымдылығы тек 3 мың жыл бұрын байқалды, ал сол кезде әлі де көпшілігі қара терілі болды. Тіпті Рим Республикасы мен империясының басында Еуропаның көптеген тұрғындары әлі де қара терілі еді. Сол кезде солтүстікте ғана ашық реңді адамдар басым болды, ал Италия мен орталық Еуропа жеткілікті түрде қара терілі болды. Британияда біздің эрамызға дейінгі 8000 жылы адамдардың 85% қара терілі еді. Біздің эрамызға дейінгі 3500 жылға қарай шамамен 50-50, және тек римдіктер Британияға келгенде ол негізінен ашық болды. Римдіктердің өздері көпшілігі қара терілі болғандықтан мүмкін тіпті бір нәрседен ұялатын еді. Еуропа қазіргі пропорциядағы тері түстерін тек 1700 жыл бұрын Римнің өмірі аяқталып, негізінен Константинопольдің жанында өмір сүрген кезде ғана алды. Басқа қызықты фактілердің қатарында Францияның ең бірінші ақ теріге айналғанын атап өтуге болады. Бұл римдіктер мен галдар арасындағы шайқастарды ескерсек, жағдайға ерекше дәм қосады. Бірақ бұл түсінікті римдіктер Еуропаның ең құнарлы және күн сәулесі мол аймағында өмір сүрді. Онда адамдардың организмдері күн радиациясының аздығына өте баяу жауап берді. Оның аздығы дәстүрлі түрде терінің ашық реңктерімен байланысты, онда қорғаныш пигменттерін өндірудің қажеті жоқ. Бірақ мұнда да ерекшеліктер бар. Өйткені оңтүстік Дания, солтүстік Норвегия мен Финляндиядан тезірек ақ теріге айналды. Ал толықтай ақ популяцияның бірінші атағы, айтылғандай, қазіргі Швецияның аумақтарына тиесілі. Ал енді шығарылымды тамаша минутамен аяқтаймыз. American Chemical Society журналында Лондоннан келген химиктердің зерттеуі жарияланды. Онда олар мумиялардың иісі бар ма деген сұрақ қойды. Осы мақсатта Матия Стерличтің жетекшілігімен сарапшылар Египетке барды. Онда ғалымдарға ақымақтар ретінде қарады, бірақ 9 мумияны бәрібір берді. Ғалымдар экспериментті екі бөлікке бөлді: субъективті және объективті. Субъективті бөлімде олар өздері мумияларды иіскеп бағалау қойды. Объективті бөлімде иістер мен олардың көздерін газды хроматограф арқылы тексерді. Қорытынды: мумиялар 5000 жылдан кейін де әлі де жағымды иіс шығарады.
Ғалымдар иісті субъективті түрде төртке бағалап, мумиялардың хош иістендірілген балауыз, арша майлар мен ладан иісін шығаратынын мәлімдеді. Ал газды хроматограф олардың болжамдарын растап, бұл заттардың құрамын анықтап, оларды шірумен байланысты табиғи иістерден бөліп көрсетті. Хроматограф сондай-ақ ғалымдарды қолдап, қазіргі уақытта жасанды хош иістендіргіштердің мумиялардың шіріген иісін басып тұратынын растады. Сондықтан мумиялардың жанында болсаңыздар, оларды иіскуден қорықпаңыздар және 5000 жылдық тәжірибеден гигиена үлгісін алыңыздар. Өздеріңізге күтім жасауды ұмытпаңыздар және 5000 жылдан кейін археологтар таңданатындай иіс шығарыңыздар. Осылайша бізде әзірге жаңалық бітті. Егер жеткілікті лайк пен пікір жинасақ, келесі айда археология бойынша жаңа дайджестпен қайта ораламыз. Ал әзірге жаңа кездесулерге дейін достар.